Леонардомен жұмыс істеуді көрсететін боламын. Леонардоның несін аламыз, сылақты, оған бір бокал су қойып, әбден өзінің несіне форма ұстағанша осылай араластыра береміз. Бір бокал ғана су қоямыз, соның өзі жеткілікті. Осындай шпажкаларды алып, осылай форма қылып, әйтеуір қыласыз, қалауыңыз бойынша өзі артынша әдемі болып шыға береді. Осылай тез өткізуге тура келді. Мына сары нені ұстайтынды мен 500 теңгеге алдым. Пластмасс болады, бірақ бір бөлмеге несіне жетті әйтеуір. Әлі де тұр, сынғанды жоқ, ештеңе сынған жоқ. Қатты баспаймыз, бір істегеннен кейін, қатты баспаймыз, бір-екі рет басқаннан кейін, үшінші рет тазалаймыз да, бастан істеп шығамыз осылай. Әйтеуір жерге жапсырып, осылай не қыла береміз. Істеу оңай, қиын емес. Осылай бетін, қатты баспаймыз бетін, осылай. Бір тегіс қылып, осылай әдемілеп істеп шығамыз. Бетін тазалап жібереміз. Мен видеодағыдай қарап тұрғаныңызды. Осылай істеп шыға береміз. Көрдіңіздер ме? Сәл қатаяды ол беттері ше. Қатайған кезде осылай форма қылып шығарып аласыздар. Адамның қолынан келгенде адам істей алады. Істеп көріңіздер. Парақшам ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Пікірлеріңіз болса, сұраққа жауап бере аламын. Осылай, көрдіңіздер ме? Осылай жаға қайтарып, астына жаңға қойып істей аласыздар. Барлық бөлмемді істеп шықтым. Үш бала шағамен жаздың ортасында істедім, бірақтан. Оңай емес, бірақтан. Қатты қиын да емес. Осыны арасынан ыстық нанымды пісіріп, бетіндегі ол сармай. Ыстық болған кезде сармай жағып қоям, сонда андай жұмсақ болып тұрады да. Істеп болған соң мен 2 слой эмульсия қылдым. Мына қалып кетті, Леонардомнан қалып кетті да. Соны алып, су құйып, осылай эмульсия қылып жағып шықтым. Мен кейін жетпей қалды, тағы да Леонардан 10 литрдей әкеліп, тағы да жақтым. Нормально болып шықты. Бір емес, 2 слой жағып шықтым осы бөлмеге. Бірін общий жағып шықтым да, екіншісін тағы да жағып шықтым. 2 қайтара жақтым. Сөйтіп, енді ең ақырғы слой. Ол лак. Лак өзі. Осы неге бір шелек жетті осы. Литрін, бір 5 литр ма шығатын шығар мынаның. Осындай. Су ештеңе қоймайсыз, осы лакты аласыз да, жағып шыға бересіздер, кішкентай валикпен алып. Осы не қылсаңыздар, киім бар, ол сызылса да, кір болса да сүртіп алғанға оңай. Кішкентай үйі бар, кішкентай бала шағасы барларға мен сияқты сондайларға оңай. Жуып алып не қыла бересіз. Это приятно. Осылай қылып, дайын үлгіде әдемі болып шығады. Отбасыларыңызды қуантып жүре беріңіз. Парақшам ұнаса, тіркеліп алыңыздар. Өте көп ақпараттар беретін боламын. Менімен бірге болыңыздар.